Саламатсыздар ма? Бүгін Бұлақ ауылындамыз. Жалпы мына ағаш үйдің ішінде, кең шаңырақтың ішінде міне қуаныш тойда жүріп отырмыз. Осындай кезде міне қисса жырлардан мағлұмат беріп жатамыз. Жалпы қазақ халқында өзінің той томалақтың, қуаныштың тамашасын бақпа дейді. Қазақтың барлық мына өсиет өнегесін айтып отыр дейді. Тілдің қызметі туралы қиссадан ақпарат беріп өтетін болсақ, дүниеде қойдың ең тәтті жері қайсы деп әкелген кезде, ең тәтті мүшесі бұл қойдың тілі депті. Енді ең ащы жерін әкел деген кезде қойдың тағы да тілін әкелген екен. Сонда тәтті де ащы да тіл ме деп жауап берген кезде, жүректен күзет кетсе, тілден тек кетеді деген сөз бар екен. Яғни біз өзіміздің жүрегімізге күзет қойып, сөзімізге, тілімізге, ойымызға, ақылымызға мән беру керек екенбіз.